Сәлем достар, бүгін сіздермен классикалық бисквитін бірге пісіретін боламыз. Қарап, тамашалап отырыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағына шым-шым тұз саламыз. Шекеріміздің жарты бөлігін жұмыртқаның ағына салып, ақ көбік болғанша миксерлейміз. Қалған қант бөлігін жұмыртқаның сарысына салып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Сосын екі массаны біріктіріп, астынан үстіне қарап, жайнелеп араластырамыз. Массамыз басылып қалмауы қажет. Ұн және қамыр қопсытқышымызды електен өткізіп, жақсылап астынан үстіне қарай араластырамыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген формаға саламыз. Ағаштың көмегі арқылы айналдырып шығамыз. Ортасы көтеріп кетпеу үшін. градуста қызып тұрған пешке пісіреміз. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Сіздерге ұнаса лайк пен комментарий жазыңыз.